Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2013 жылы шыққан Острия Козырьки киносы. Егерде қызық болатын болса, арнаға жазып лайк басып қойыңыз. Ең бірінші сценадан Томас Шелби есімді жігіт атпен келе жатқанын көреміз. Адамдар оны көрген сәтте жан-жаққа тығылып жатыр. Солай бір қыз келіп, оларға өз дәстүрін жүргізеді. Осыдан кейін Томас кедей халыққа осы аттың есімін не деп қоямыз деп сұрады. Жылқының есімі қойылған соң Томас атын ешкімге айтпауын бұйырады. Англия 1912 жыл. Томас қалаға келіп жолшыбай садақа беріп те кетті. Келесі сценадан оның үйін көреміз. Яғни толған банда. Көпшілік осы жерге келеді, құмар ойындар ойнап кетеді. Осы сәтте ағасы Артур Шелби келіп Томаспен сөйлеседі. Артурдың ашуы шығады, себебі бай қытайлармен келісімге қол қойылмапты. Томас болса уайымдама, барлығы менің қолымда, ақшаның барлығын өзім тауып жатырмын деп айтып жатты. Пойызда бейтаныске құпия құжаттарды көріп жатады. Қару-жарақты ұрлап кеткен адамдарды көреді. Бандалардың бастығы Артур Шелбиді көріп, және оның інісі Томас Шелбиді көреді. Фабрикаға келіп сендер соғысып жатқанда, сендерге төленетін ақшалардың барлығын ұрлап отырған деп көтеріліс шығарады. Оның есімі Фредди Торн, және ол осы құжатта өзі де бар. Бірақ Фредди коммунистерді қолдайды. Бірнеше уақыттан кейін Томас барға келеді. Бармен ойланбасын ішімдік береді, және тегін. Бірақ жұмысы үшін Томас ақша тастайды. Осы барда Фредди және оның адамдары отыр. Томасқа келіп, Лондоннан бір ұрлықшылар шығыпты деп қасына келіп айтуда. Және осын істеген Томас емес пе екен деп кесе бастайды. Францияда атыс кезінде сені бекер құтқарып алдым деді. Барға Дени есімді жігіт атып келіп барлығын қирата бастады. Томас оны сабырға шақырып жатыр. Сен өз қалаңдасың, Францияда емес деп тыныштандырады. Осы сөзді естіген соң приступ тоқтайды. Өзін кінәлі сезініп тұрған Дениге Томас үйіңе қайт, демал деп жатты. Фредди Томасқа оны ешкімге білдіртпестен атып салмадым ба деп айтып жатады. Үндемей кетіп қалады. Сосын артқа бұрылып Фреддиге ішкен нәрселердің барлығын ақшасын төлеп кетіңдер деп айтып жатты. Отбасы жиналысы болып жатады. Олар белгілі бір мәселені талқылап жатады. Томас, мен бәрін білемін деп айтуда. Кіші Шелби, біз қанша жерден соғыстық, бізді ешкім тоқтата алмайды. Полицейдің өздері бізден қорқады емес пе деп айтуда. Түнге жақын тәтесімен храмда кездесіп қалады. Тәтесі оған, сен нені құпия түрде ұстап жүрсің, барлығын айт деді. Томас өзінің басына өткендерін айтады. Олардың жоспарлары жүзеге асып жатқан, бірақ олар қораптан қателесіп кеткен. Яғни ол қорапта 25 пулемет, 10 мың оқ және де басқа қару-жарақтар ішінде болды. Тәтесі оны ұрып жатты. Себебі фараон осы істі біліп қойған деді. Енді бізден осы істердің үшін кек алады деді. Қару-жарақтардың барлығын қайтадан өздеріне беріңдер деп айтып жатқанда Томас келіспеді. Себебі қораптың апаруының өзі 3 күн. Шелбилердің әпкесі Эда. Ол құпия түрде Фреддимен кездесіп жүреді. Эда отбасыда айтылған мәселелерді Фреддиге айтып қояды. Келесі күні қыз барға орналасуды қалайды. Бармен болса, оны қабыл алмады. Өзінің жұмысын, іскерлігін көрсетіп жатты. Бармен ойлана келе қабыл алды. Фараон департаментқа келеді. Жаман жұмыстарын беттеріне басуда. Неге сендер қару-жарақтарды бандаларға беріп жібердіңдер деп айқайлауда. Коммунистер осы жағдайды қарастырып жатады. Фараон ашуланып асығыс шешімдер қабылдайды. Сол қару-жарақтарды тапсаңдар, сол сәтте жарып жіберіңдер деді. Ең біріншісін олар Артурды ұстап алады. Оған ойына келген жасап аяусыз ұрып соғады. Фараон қарап тұрып ашуланып қайтадан ұра бастады. Фараонға ақпарат керек ұрлықшылардан. Артур болса өтіріктен не болғанын білмей отырады. Фараонға Артур ештеңе айтпаған соң отбасымды құртамын деп қорқытты. Әлі де уақытың бар деді. Қыздың жұмысындағы бірінші күні басталды. Шелби келіп қалады. Жақсы қыз болсаң бұл жерде жұмыс істеп қажеті жоқ деген ой айтады. Артурды босатады. Оған отбасылары көмек көрсетуде. Фараонның тірліктерін Шелбиға үтір нүктесіне дейін айтады. Кейіндеу Шелби барға келеді. Оған осы қыз ұнай бастайды. Түнге жақын Томас шам жағып ұйықтай бастайды. Түсінде ол атыс кезінде оны ұстап алып аяусыз ұрып соғып жатыр екен. Жаман түстен оянып кетеді. Әйнегінен қараса фараонның адамдары зерттеулер жүргізіп жатыр екен. Келесі күні Дениде қайтадан приступ ұстап сатушыны пышақ арқылы өлтіріп алады. Қалаға фараонды басқарып отырған Черчиллдің өзі келеді. Түнге жақын ұсталып қалмас үшін қару-жарақтарды суға лақтырып жатыр. Бірақ Томас ойлана келе, оларды суға лақтырмай керісінше пайда көріп оларды сату керек деді. Қасында тұрған ер кісі оған фараон бізді аямайды деді. Фараон барменде жүрген қызды шақырып алады. Олар әңгімелесіп жатқанда қыз бұл жерде бандалардың бастығы Артур емес Томас деді. Фараон онда сен сол арқылы қару-жарақтарды тап деп бұйырады. Томас Денимен бірге келе жатқанда оларды итальяндық ағайындылар күтіп алады. Екеуміздің арамыз әрі қарай
бұзылып кетпес үшін Дэнниге өлу керексің деді. Дэнни: оған отбасыма жақсылап қарайлап жүр. Менен олы үміт күтіп еді. Мен мына приступты қойдыра алмадым деп қатты өкінеді. Екеуі қоштасып тапаншамен басын атып қапқа толған қайыққа құлады. Бірақ бұның бәрі шоу. Дэнниге галлюцинация болды. Дэнни өзіне келіп Лондонда қалуды шешеді. Осымен серия аяқталады. Егер де жалғасын қаласаңыздар, арнаға жазып лайк басып және өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кинобриф арнасы келесі видеомызда көріскенше.